Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Ақордада халықаралық көрмелер бюросының бас хатшысы Висенте Лассерталисті қабылдады. Кездесу барысында Экспо 2017-ні ұйымдастыру, оның ішінде тіркеу құжаттамасын дайындау мәселелері талқыланды. Сондай көрмені ұлттық деңгейде де, халықаралық деңгейде де ілгерілетудің маңыздылығы атап өтілді. Экспо 2017 көрмесін Астанада өткізу сөзсіз Қазақстан елордасы тарихындағы ауқымды әрі қызықты оқиғалардың біріне айналады. Елбасы Экспо көрмесін өткізудегі әлемнің көптеген мемлекетінің үздік тәжірибесіне талдау жасалған айта келе, біз үшін көрмені ұйымдастыру елімізге қандай пайда әкелетіні және ол аяқталғаннан кейін не болатыны ерекше маңызды. Бұл мәселе көптеген азаматтарымызды толғандырады деді. Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев құрылған инфрақұрылым өз қолданысын тауып, елордамызға және барша елімізге пайдасын тигізу үшін қолдан келгеннің барлығын жасау керектігін атап өтті. Сіз елімізге жиі келесіз, бізді қолдайсыз. Қазіргі таңда Қазақстан үшін көрме өткізу маңызды кезеңі туып отыр. Осыған орай үкіметте және арнайы құрылған компанияда кездесу өткізіңіз. Мені атқарылып жатқан жұмыстардың жылдамдығы мен тиімділігі таңғалдырды. Менің ойымша жұмыс баяу жүріп жатыр. Уақыт аз қалды. Расымен бізде бас артық уақыт жоқ, дегенмен жоспарға сәйкес жұмыс істеп жатырмыз. Ең бастысы, тіркеуге қажетті барлық құжаттар дайын. Сондай-ақ Висенте Лассерталис көрмеге даярлық жасау жөніндегі Қазақстандағы қызметтің жеделдігі мен тиімділігіне тоқталды. Мен үшін Қазақстан президентімен кездесу үлкен мәртебе. Біз маңызды мәселелер талқыладық. Астанаға сапарым кезінде архитектуралық шешімдер байқауымен және көрменің жоспарымен таныстым. Қазақстан саясаты, жасыл экономика және болашақтың энергиясы тақырыбымен тығыз байланысты. Ел үкіметі бұл жобаны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті жұмыстарды атқарып жатқандығы жайында құлақтармын.